Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажеттілерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазу түймесін басыңыз. Қолдарыңыз Қабатулланың қабырғаларына тисін. Қалайық назар салып тыңдаңыздар. 2023-2024 оқу жылында қазақ тілінде оқытатын бірінші сыныптарда әліпби ана тілі пәндері, ал орыс тілді пәндері 2 сыныптан бастап оқытылады. Бұл ресми ақпарат. Бұл туралы оқу ағарту министрлігінің өзі мәлімдеді. Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының ақпараты бойынша 2023-2024 оқу жылында тілдерді оқытуда тілдердің кезең-кезеңмен енгізу мақсатында қазақ тілінде оқытатын бірінші сыныптарда әліпби ана тілі пәндері, ал орыс тілі пәні 2 сыныптан бастап оқытылады деп көрсетілген. Сонымен қатар орыс тілінде оқытатын сыныпта бірінші сынып оқушылары қазақ тілі және буквар пәндерін оқиды. Шет тілі пәні 1-2 сыныптарда емес 3 сыныптан бастап оқытылады. Тілдердің оқытудың кезең-кезеңмен енгізу тәсілі өткен оқу жылынан бастап іске асырылуда. Бұл тәсіл білім алушылардың жас ересектерін ескеруде мүмкіндік беретіні маңызды деген болатын Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті Мадина Тынымбаева. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.